Сәлем достар, бүгін менде Диана Q атты блогерімізге разоблачение. Бұдан мен ең алғашқы разоблачениелерімнің бірі. Сондықтан да мен осы кісіге жасайын деп отырмын. Қысқасы разоблачение. Мен бүгін ноутбуктан Диана Q-ға разоблачение осы ноутбуктан жасайтын. Қазір бізде бір видеосына разоблачение жасайық. Мен жаңадан шыққан аруақтар адам өлтіре ме дегенге разоблачение жасаймын. Вот осы жеріне разоблачение жасаймын, такси деген жеріне. Япония 20 жасар студент жігіт түнде такси ұстап тұрады. Оған жасы 50-ден асқан бір ер кісі тоқтайды. Жігіт багажға үлкен дорожный сумканы салмақшы болып, бірақ багажға сыйғызамай кетеді. Сол кезде ағайдың өзі шығып көмектесейін десе, сумка өте ауыр болады. Еще сумка жып. Ал мінеки осы жерде бізде ер кісі тоқтады дейді, бірақ одан бізде айтып тұр бұл жерде оны видеоны қалай түсіріп тұр деген ой келіп тұр маған. Ол кезде ер кісі тоқтағанын барлығын, бұл менің ойымша кино. Бірақ ол шын өмірден алынған деп те айтқан. Енді ары қарай көрейік. Жылы әрі жұмсақ болып тұрды. Сумканы салған соң жас жігіт машинаның артына отырады. Жүргізуші жігіттің көзі қарасы өзін ұстауы біртүрлі екенін сезіп қобалжи бастайды. Дәл сол моментте машинадағы радиодан хабарландыру келеді. Маңызды ақпарат, жас қызды іздеп жатырмыз. Ол бүгін кешкі 5-терде жоғалып кетті. Дәл осы моментте багажниктен біреудің тақылдатқан дыбысы шығады. Жігіт қобалжып, терлеп бір точкаға қарап қалады. Жүргізуші ағай қатты осылай көріп тұрғандарыңызда бұны видео түсіріп тұр. Бұны барып мүмкін кино түсірген шығар, мен білмейді екен бұл жағын. Бірақ оны дәл осы шын деп айтып жатыр да. Мен бірақ бұған толық келіспеймін. Потому что бұдан адам бір-біріне қараған айнадан да барлық көрсетіп тұр. Мысалы мен сенетінен, бірақ ол былай өзі деп түсіріп, байқатпай түсіріп алып жатыр. Бұл бірақ анық көрініп тұр ғой, видео түсірілген екен. Менің ойымша Диана Q өте қызықтылар түсіреді, бірақ ода осындай видеоларды ол менің ойымша өтірік деп ойлаймын. Бірақ андай мысалы ол Disney дегендерді түсіреді. Соларға мен мүмкін сенетін сияқтымын. Сондықтан енді разоблачение көп істемеймін. Бірақ ол осындай видеоларды жиі түсіреді деп айтпаймын. Мүмкін менің ойымша бұндай видеолар өтірік сияқты, бірақ басқа да киноларында мен кейбір кезде көріп қалған кездерім болды. Одан менің ойымша сендім. Мысалы Disney туралы айтқандарына да сендім, потому что ода іс-қимыл барлығы бірдей болғаннан, барлығын зерттеп өзімде көрдім. Барлығы тексеріп, бақылап, зерттеп көрдім. Барлығы дұрыс, бірақ мынау туралы ақпарат вообще шықпады. Сондықтан бүгінгі Диана Q-ға разоблачение бітті. Содан кейін менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, және де тағы кімге разоблачение жасайтынымды айтып кетіңіздер. Мен барлық адамға жасап көргенді істеймін, және де осы YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы YouTube каналды бүгін аштым. Оның алдын бұл аккаунтты басқа адам жүргізген. Сондықтан да сау болыңдар. Бір апта ішінде 100 подписчик жинайтынбыз деген үмітте. Және де осы аккаунтқа қолдау білдіріп, бір айдың ішінде немесе менің туған күніме дейін 1000 подписчик жиналғанын қалаймын. Енді мен просмотр үшін ақша аламын. И оны жинап сіздерге ойнатқым келеді. Жарайды, сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше